12 апрель 1961 жыл бүкін түлекеді ең ұлық керек болып барған. Хан тегірзер бастағы кісі СССР-ның летчик-космонавты Юрий Гагарин ұшығы бысқан. Ол Байконур космодромнан Восток бір корабльді аны көдірімі 4730 килограмм үст ступенек ракета хабазинан шердің 320 километр пөскісер көдіріл бар бысқан. Ана ол тұсты Қызылшар городтағы офицерлер тұрызынды емнік училищесінің студенттері Осанды Хакасқыз Ирина Иридекова сценада япончының телбігін салшатқан. Залдағы шон тұры қонып, тұжырыды айы сапсыған. Өріншем жүрегімді. Неужели пспеде жақсы танцевать большепс, что кісілер тұрып піске хлопать большелер. Анаң на репродуктор шоқтапшы, человек в космосе тіпшелер. Анаң на сымды қатқырсалпысқым, что оказывается космонавт хлопать болған осқыстыр. Ирина Иридекова училище сонан көпнемес тоғынған, ана бөзі көгірдік алырға бұройны қостыры ең күстік вустардан персендер Фрунзедегі имжилер институтын заркір болған. 4-ші курсты өгірін четкенде аға летчик-космонавт Борис Егоровнан тоғазып, көстен көске шоқ алызырға өліс түскен. Ол пөзік тағылыр кізі Хазина хайди тел четкенін істізірге өнетін келген. Фрунзе амды бешке город телекеге саблық алы тағылыр төзінде орнақ Борис Егоров студент-темжілеріне экспедиция қады парарға үшіптен. Қайттара кеткеріват болған позының экспедициясын зары. Апыс ебсері бір жылда бір ғаттелі келжіңбіз. Ебсеріз чоу сағын бар. Аның неме отказ болыпсқым. Конечно, сағышым надо болған. Ол научный, видимо, диссертация защищать болған. Қада тоғыныға келіспен барған. Шихалғын летчик-космонавт қолсылған конверт. Елікшіл арызына ол ұрып барған. Ирина Степановна аны тастабенші. Тынығыз хынжы ол терапевт емже болып тоғынған. Борис Егоров ұлық істізік тоғызын еткен соның емнік наукаларының докторы атқа тұрсқан. Космонавт Александр Серебровты заң Ирина Степановна отчы олғы Игорь Чаптыковтың қолын тұтқан. Ол стол тенізінже Россия Маринді пастағы орынға тұрсқан. Аның ағызы Степан Иридеков Илбікады шатузында танкист болған, Чехословакияға шеткен. Ибзер Хас Хайланы 1918 жылда үрен. Ирина Степановна сағым өлімі шоқ полк шөрімге темнінші.